Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастайық. Сабақтың тақырыбы ол қайда барады. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша айт. Первое задание. Послушай, повтори, поговори по образцу. Арман айтады, мен дүкенге барамын. Арман говорит, я пойду в магазин. Арай айтады, мен үйге барамын. Арай говорит, я пойду домой. Әділ айтады, мен саябаққа барамын. Әділ говорит, я пойду в парк. Жаңа сөздермен танысайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Қайда? Куда? Үй, дом, үйге, домой. Дүкен, магазин, дүкенге, в магазин. Мектеп, школа, мектепке, в школу. Тау, гора, тауға, в горы. Саябақ, парк, саябаққа, в парк. Есте сақта, запомни. Мен барамын, я пойду. Сен барасың, ты пойдешь. Ол барады, он пойдет. Екінші тапсырма, толықтырып айт. Второе задание, дополни. Ол қайда барады? Он куда пойдет? Дүкен, магазин. Үшінші тапсырма, тыңда, үлгі бойынша сөйлес. Третье задание, послушай, поговори по образцу. Бірінші оқушы, первый ученик. Сен қайда барасың? Ты куда пойдешь? Екінші оқушы, второй ученик. Мен үйге барамын. Я пойду домой. Мұғалім, учитель. Ол қайда барады? Он куда пойдет? Бірінші оқушы, первый ученик. Ол үйге барады. Он пойдет домой. Есте сақта, запомни. Ол барады, он пойдет. Ол бармайды, он не пойдет. Төртінші тапсырма, толықтырып айт. Четвертое задание, дополни. Сенің досың қайда барады? Куда пойдет твой друг? Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.